Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есту мүшесінің құрылысы, естудің маңызы, естудің бұзылу себептері, есту мүшесінің гигиенасы. Оқу мақсаты дыбысты қабылдау ерекшеліктерін зерттеу және есту гигиенасының ережелерін сипаттау. Сабақ мақсаты есту мүшесінің құрылысы мен қызметін талдау, адам үшін есту мүшесінің маңызын анықтау. Бағалау критерийі есту мүшесінің құрылысы мен қызметін талдайды, адам үшін есту мүшесінің маңызын анықтайды. Адам қоршаған ортаны сезім мүшелері арқылы қабылдайды. Олар көру, есту, иіс сезу, дәм сезу және сипап сезу. Ендеше, екі көз не үшін керек? Бір жақсылық көру үшін керек. Екі құлақ не үшін керек? Ақыл кеңес тыңдау үшін керек. Екі қолы не үшін керек? Елге көмек беру үшін керек. Екі аяқ не үшін керек? Шетте жүрсен, туған жерге жету үшін керек. Адам құлағы үш бөліктен тұрады: сыртқы, ортаңғы, ішкі. Адам есту мүшесі арқылы қоршаған ортадан әртүрлі дыбыстарды қабылдап, талдайды. Есту мүшесі дыбыстарды анықтап ажыратуға көмектеседі. Адамдармен сөз арқылы қарым-қатынас жасайды. Еңбек майданында да есту мүшесінің алатын орны ерекше. Құлақтың құрылысы. Сыртқы құлақ, құлақ қалқаны, сыртқы есту жолы және дабыл жарғағынан тұрады. Құлақ қалқаны дыбысты қабылдап, құлақтың ішіне бағыттайды. Есту жолы арқылы дыбыс толқындары дабыл жарғағына соғылып, оны тербетеді. Ол дыбыс толқындарының механикалық тербеліске түрлендіріп, ортаңғы құлақтың есту сүйекшелеріне өткізеді. Ортаңғы құлақ дабыл жарғағынан кейін орналасқан ауа толы қуыс болып табылады. Ортаңғы құлақ қуысында өзара байланысқан кішкентай үш есту сүйекшелері балғашық, төстік және үзеңгі орналасқан. Дабыл жарғағымен бітісіп кеткен балғашық алдымен оның тербелісін төстікке береді. Кейін күшейтілген тербеліс үзеңгіге беріледі. Ішкі құлақ бас сүйектің самай бөлігінде орналасқан. Ішкі құлақтағы қуыстар мен иірім өзекшелерден түзілген күрделі жүйені шытырман, лабиринт деп атайды. Олардың іші сұйықтыққа толы. Ұлу дененің қуысы да сұйықтыққа толы болады. Сұйықтық ұлу денеден ағып кетпеу үшін ол сопақ және дөңгелек терезе жарғақпен шектелген. Ұлу денедегі сұйықтықтың тербелісі есту рецепторларын тітіркендіреді. Оларда қозу пайда болып, есту жүйкесі арқылы ми қыртысының есту орталығына жеткізіледі. Сыртқы құлаққа құлақ қалқаны мен сыртқы дыбыс жолы жатады. Құлақ қалқаны ауадағы дыбыс тербелістерін құлақтың ішіне бағыттайды. Сыртқы дыбыс жолдарының ішкі шеті жұқа, тығыз, керілген, дабыл жарғағымен бітеді. Сыртқы дыбыс жолдары арқылы дыбыс толқындары дабыл жарғағына, содан соң ортаңғы құлаққа өтеді. Дабыл жарғағы сыртқы құлақты ортаңғы құлақтан бөліп тұрады. Ортаңғы құлақ дабыл қуысы, дабыл жарғағы және үш сүйектен: балғашық, үзеңгі, төстік және эвстахий түтігінен тұрады. Дыбыс толқыны дабыл жарғағына келіп соғады да, одан кейін үш сүйек арқылы толқын ішкі құлаққа қарай бағытталады. Дабыл қуысы 6 қабаттан тұрады. Сүйектер бір-бірімен байланысқан. Эвстахий түтігі сүйекті және жарғақты бөліктен тұрады. Ол сыртқы ортадағы қысым мен ішкі қысымның тепе-теңдігін сақтап тұрады. Ішкі құлақ 2 бөліктен тұрады: сүйекті лабиринт, жарғақты лабиринт. Олардың аралығында перилимфа деген сұйықтық бар. Жарғақты лабириттің ішінде эндолимфа жатыр. Сүйекті лабиринт 3 бөліктен тұрады: жартылай дөңгелекті өзектер, кіреберіс, ұлудан. Жартылай дөңгелекті өзектер сагитальды, фронтальды, горизонтальды жазықтықта орналасқан 5 тесік арқылы кіреберіске ашылады. Алдыңғы жағынан ұлу тесігімен байланысқан. Кіреберісте 2 терезе орналасқан. Кіреберіс терезесі өзегінің негізімен жабылған, ұлу терезесі мембранамен жабылған. Спина. Ушная раковина. Құлақ қалқаны. External
auditory meatus. Наружный слуховой проход. Сыртқы есту жолы. Eardrum. Барабанная перепонка. Дабыл жарғағы. Hammer. Молоточек. Балғашық. Anvil. Наковальня. Төс. Semicircular canals. Полукружные каналы. Жартылай шеңбер каналдары. Cochlea. Улитка. Иірім. Eustachian tube. Слуховая труба. Есту түтігі. Stapes. Стремя. Үзеңгі. Оқушылар, сіздерге қазақ, орыс және ағылшын тілінде термин сөздер беріліп отыр. Сол термин сөздерді дәптерге жазамыз. Өте жақсы. Оқушылар, бірігіп отырып мына тапсырманы орындайық. Бос торды толтыр. Бұл жерде құлақтың бөлімі, құрылысының ерекшелігі және атқаратын қызметі берілген. Осыған байланысты бос торды толтыру қажет. Өте жақсы. Толтырып болсаңыздар, жауабын тексерейік. Жарайсыңдар. Есту мүшесінің гигиенасы. Есту мүшесінің қалыпты жұмыс істеуі алдымен тазалық сақтауға байланысты. Ол үшін құлақты сабындап, жылы сумен жуып тұру керек. Әдетте құлақтың сыртқы дыбыс жолының бездерінен құлық бөлінеді. Құлық шаң, тозан мен зиянды микробтарды ішке өткізбей қорғанышты қызмет атқарады. Дегенмен, құлақта құлық көбейсе, адам естімей керем болып қалуы мүмкін. Сондықтан, құлықты ауық-ауық тазалап тұрған жөн. Құлықты тазалағанда қатты, үшкір заттарды пайдалануға болмайды. Дабыл жарғағы зақымдануы мүмкін. Оқушылар, бірігіп отырып мына тапсырманы орындайық. Сызықты диктант. Бұл тапсырмада берілген сұрақтарға «я» және «жоқ» жауабын беру қажет. Өте жақсы, жауабын тексерейік. Тамаша. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.